Қарағанды облысы Шахтинск қаласы Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Каржасова Айжан Сериковна. Қазақ әдебиеті 11 сынып 4 бөлім табиғат және адам. Сабақтың тақырыбы Қадыр Мырзалиевтің Қызыл кітап поэмасындағы авторлық идея және өмір шындығы. Сабақтың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау. Бүгінгі сабағымызды Күләш Ахметованың сөзімен бастағалы отырмын. Қадыр Мырзаәлі ұлт ақыны. Қазақ деген тегі мықты, тарихы бай, тағдыры күрделі, түйсігі мың қатпар, қалтарысты, астарлы, тысты, алапат тілді, қабілетті қаһарман. Қайсар халықтың тұңғиығына бойлап, кеңдігіне кепіл боп, бітімімен біте қайнасып, ұлылығын, рухын, ар-ұятын, үмітін барынша әспеттей отырып, кемшінің мінін, қайғысын, сорын азаматтық тұрғыда қазып айта алған сыншыл да ойшыл ақын. Ақын Қадыр Мырзалиевтің тақырыптарының бірі табиғатты жырға қосу. Ақын табиғат сұлулығын, нұр, түн кірпігін ілмеді, шал көде жайлауы атты өлеңдерінде ерекше бір сыршылдықпен жырлайды. Ал мүйіз тұмсық немесе миллионның тағдыры және Қызыл кітап шығармаларында экология мәселесін көтерді. Адам өрісі кеңіген сайын аң-құстың өрісі тарыла түседі деп ақынның өзі айтқандай, адам баласы өзінің де табиғаттың бір бөлшегі екенін ұмытып, оған қол салғанын күйіне баяндады. Қызыл кітап поэмасындағы лирикалық кейіпкер табиғатты жойып алудан қорқады. Шынтақтаған жастықты көрінеді, аққу қазды жаныштап жатқандайын, өкпелетпеу керек қой қожайынды, айта алмайсың халыңды, не жайыңды, ұстай беріп айырды шошып кетем, шаншығалы жатқандай дәужайынды. Ақын өзінің азаматтық үнін, көкейкесті ойын былай білдіреді. Аяймын мен анасыз, атасызды, аяймын мен құлынсыз, ботасызды, хайуанатқа жасаған қиянатың, бауырыңа жасаған опасыздық. Деп күйіне отырып кешірім сұрайды. Кешіре көр біздерді, әулие көл, кешіре көр біздерді, қыр киелі. Автор табиғатты қорғауды тек ел аумағында ғана емес, бүкіл ғаламшарлық мәселе ретінде қарастырып, оқырманды Америкаға да, Африкаға да, Еуропаға да апарады. Бір кездерде мұнда адам саудасы болғанын да айтады. Кейбір халықтың жойылып кеткенінен шошынады. Қандай да болсын, зорлық-зомбылықтан бас тарту қажеттігін түсіндіреді. Бір кездерде елімізді мекендеген аңдарды түгендейді, соларды жоқтайды. Поэманы не себепті Қызыл кітап деп атағанын аңғартады. Қызыл кітап мезгілсіз кеткендердің бастарына қойылған қызыл шырақ. Қызыл кітап опат боп кеткен аңның бастарына қойылған қызыл күмбез. Ақын саналы адам болғандықтан табиғатты қорғау парызымыз екенін айта келе, орнында ма санамыз, күшіміз де, мамонт құсап, жігіттік, азаматтық қалған жоқ па көміліп ішімізде, деп ойлануға шақырады. Ата-баба салтын ұмытпау керектігін есімізге салады. Жақсылықтың алдында бас иетін, бабалардың не істейміз өсиетін, жер жоғалтса не болмақ перзенттерін, ер жоғалтса не болмақ қасиетін. Ақын табиғат пен адам арасындағы үндестікті, қоршаған ортаны қорғаудың маңыздылығын поэмада былайша түйіндейді. Одан көріп, ақыры бұдан көріп,
таласқаннан не таппақ құлан керік, жоғалтқанды жоқтаған, жөн болған мен, жоғалтпаған жақсырақ одан гөрі. Құрметті оқушылар, жалпы Қызыл кітап поэмасына шолу жасап өттік. Енді керуен сұрақтар әдісі арқылы төмендегі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші, поэма неліктен Қызыл кітап аталған? Екінші, неліктен Қызыл кітаптың тізімі артуда? Үшінші, өз жерімізде Қызыл кітапқа енген жануарлар кездесе ме? Төртінші, адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ дегендей, табиғаттың тілсіз болуы мүмкін бе? Оқушылар, сұрақтарға жауап беріп болсақ, ой талқы тапсырмасына көшейік. Поэмадан алынған үзінділердегі көтерілген мәселелерді анықтап көрейік. Бірінші үзінді: хайуанатқа жасаған қиянатың, бауырыңа жасаған опасыздық. Екінші үзінді: бүгін кептер атқандар, ертең ердің кеудесіне тапанша тіремей ме? Үшінші үзінді: бауырлар-ау, кесесің неңді қырқып, кей орманның орнында қалды бір түп. Төртінші үзінді: жоғалтқанды жоқтаған, жөн болған мен, жоғалтпаған жақсырақ одан гөрі. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Ол 3-2-1 әдісі арқылы жүзеге асырылады. Сіз үшін бүгінгі сабақтағы 3 маңызды мәселе: 2 жаңа ақпарат, 1 қорытынды түйін. Бұл кері байланысты ауызша да, жазбаша да жүзеге асыруға болады.